Жыл қорытындысы бойынша жалпы өнеркәсіп өндіріс көлемі 3,5 триллион теңгені құрады. Өндіру секторы кәсіпорындардың тұрақты жұмыс қамтамасыз етілді. Олардың үлесі өнеркәсіпті жалпы көлемінде 75%-дан жетті. Оң динамика машина жасау кешенінде 45%-дан жоғары, жеңіл өнеркәсіпте 25%-ға өсті, фармацевтика 20%-ға өсті, және қара металлургияда 1,2% өсті. Инвестицияға келетін болсақ, жалпы облысымызда ағымдағы жылда 800 миллиард теңгеден жуық қаражат тартылған болатын инвестиция, 128 миллиард теңгеге 11 жаңа жоба іске асырған болатын. Ол өзіміздің Сарыарқа СЭЗ алаңында және индустриалдық зона Саран алаңында жаңа кәсіпорындар ашылған болатын. 2000-нан астам тұрақты жұмыс орны қамтамасыз етілді. Тұрмыстық техника, арнайы кокс, ақ және известь және тұрмыстық техника, арнайы кокс, известь секілді және де арнайы мыс концентраттары, қағаз өнімдері жасау жұмыстары іске қосылған болатын.